Қайырлы таң. Бізде қазір таң. Адикош пен папасы балалар алаңында жүр. Тамыз айы болғанмен, жаз болғанмен бізде ызғар. Таңда салқын. Малақай көзіне түсіп тұрған жоқ па, Бекош? Аха. Ой-бой. Болды. Күшті көреді бүйтіп айналдырсан, тек жатқызып қой. Әйтпесе басын соға алуы мүмкін. Біздің папамыздың андай жаңа велосипеді бар. Сол велосипедке дүшке арнап, осындай орындық орнатып, қазір әдөшті Кел мында. Әдөшті отырғызып алып, Әдөш, кел. велосипед тебеді қазір папасы. Кел мында. Кел. Әдөш. Әдөш. Біздің папамыз спортпен айналысады. Таңда жүгіреді, немесе осылай велосипед тебеді. Негізі Әдөш деген бізде 8:30-ға дейін ұйықтайды, бірақ бүгін таңғы 6-да оянып кетті. Әдөш бар папаға. Жүр Әдөш. Қараш сені папа қалай. Отырғызып, жайғастырып жатыр да, папа. Күшті да, әдемі. Ай-ай, Әдөш. Әдөш алғашқы рет велосипедке отырып жатыр. Бұрын сон отырған жоқ. Кетті Әдөшпен. Бізде бүгін ауа райы тамаша. Қараңыздар, тау көрініп тұр. Мына жерден күшті көрініп тұр екен бүгін. Аспан ашық. Көкімбек. Әлі аулада ешкім жоқ. Күшті отырған жаным. Тып-тыныш отыр. Ой, есіне отыр. Ұйқысы кел. Тұту бұлай жақсы отырады екен, да? Мен ойлап едім, бір жұлқынып. Жоқ. Ағаштарды суарып жатыр.
Бұл жерде ағаштың сан алуан түрлері өседі. Өте әдемі аула. Ой, қасты шашылайды. Бізге Алматыда өмір сүрген ұнайды. Біздер үйге кіріп, таңғы асымызды ішіп, папамызды жұмысқа шығарып салайық. Әндешкен оқып қалған сияқты ғой. Дейді, түскісі де келмей отырған. Айбекке жұмысқа жұмыртқа пісіріп жатырмын. Қазір Айбек жұмысқа кетеді, біздер Әдешпен қаламыз. Бұл жерде не бар? Мынандай дәрумен ішіп жүрмін. Элевит. Сосын мынандай дәрумендерім бар. Бұрыннан бері ішем, оны мені қарайтын адамдар біледі. Әдеш деген My Little Pony'дің қазақша нұсқасын қарайды. Жалпы балапан арнасын қарайды. Әдештің тілі қазақ тілінде шықсын деген ниетпен біздер оны қазақша арна қосамыз Әдеш үшін әдейі. Әдеш аспан татақ жеп отыр. Ау жаным. Ұйқысы келді. Таңғы 6-та тұрған, қазір таңғы 8. 2 сағат өтті. Ұйықтаймыз қазір. Мамасы Әдешті суға түсірейін деп жатыр. Бізде Әдеш суға түскенді жақсы көреді. Осылай суға сабынды езем де Әдешті суға түсірем. Кел, Әдеш. Кел. Кел мамаң қасына. Әдеш, саған ұнайды суға түскенді? Ұнайды саған суға түскенді? Болды, осылай лақтырады ойыншықтардың бәрінен. Әдешті алма кезек сабынды суға түсірем, немесе тұзды суға түсірем. Әдеш, болдың ба? Шығасың ба? Кел мамаға, кел. Әдеш, кел. Кел. Осындай Әдеш үрпек қыз болып шықты. Үрпек бөпе болып шықты. Әдеш, қара мамаға. Қара шеш мамаға. Қараш, күшті да, ай болып шықты Әдеш. Осындай әдемі бөпе болып шықты. Негізінде Әдюкай күнде де таңғы 8 пен 8:30 уақыт аралығында ұйқыдан тұрады, әкесін оятады. Біздер барлығымыз таңғы асымызды ішеміз де, әкесін жұмысқа шығарып салып, өзіміз есік алдына ойнауға шығамыз. Жарты сағат, 1 сағаттай ойнаймыз да, үйге кіріп, Әдешті мен еміземін. Өйткені Әдеш әлі еметін бөпе. Еміп жатқанда ол ұйықтап кетеді. Сол ұйықтағаны бір жарты сағат, жақсы кезде 1 сағатқа дейін ұласады. Сол уақытты мен өте тиімді пайдаланып, жылдам үй жинаймын. Барлық әйел адамдар солай жасайтын сияқты. Барлық шаруаны сол уақытта үлгеріп қалу керек. Өйткені Әдекош бізде өте сергек, жылдам оянатын бөпе. Жақында Әдюкайға кіндік мамасы осындай футболкалар беріп жіберді.
Оның біреуін киіп алды. Сізге түсіріп көрсейін деп. Мынандай бар. Сосын мынандай түрінен. Әдешке өте үйлеседі. Қазір әдештің кейіп жүргені осындай этикеткада 12-18 деп жазылып тұр. Біздер әдеш әлі 1 жас 2 ай осындай өлшемді киімдер киеді. Жеміс-жидектің маусымы бітіп келе жатқан соң осындай Таңқурайға, Шабдалыға, сосын Құлпынайға тапсырыс бердім. Алып келді. Құлпынайдың килограммы 1900-ден, Шабдалыныкі 850 теңгеден, ал Таңқурайдікі 2000 теңгеден. Енді тойып жеп аламыз деп ойлап тұрмыз. Қалғанына варенье жасап тастау керек. Әдеш маған мүмкіндік берсе оған. Жейміз қаз, жейміз жан. Же. 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 Құлпынай ұнау керек саған. Таңқурай кішкене қышқылма. Же. Же. Няма де, бер маған. Қара. Тәтті. Ұнамайды Таңқурай. Таңқурай бізге ұнамайды. Құлпынай ұнайды саған. Ма? Же. Құлпынай ұнайды да? Же тағы мына бар. Мен Таңқурай жейм, сен Құлпынай же, да? Таңқурайдан ұнады ма? Күшті, да? Таңқурайдың пайдасы зор, радикон. Жеу керек оны. Түсінген сияқтысың, да? Басында ұнамай еді. Ол Құлпынай. Ағашын жұлыпса. Жұлыпса соны. Ол жерін жемейсің. Иә, дұрыс. Ақылдым менің. Барлығын білесің сен, да, Дикон? Алтын қызсың. Сен қолынан барлығы келеді. Жүрегі мамасының гүлі. Алла берген күні.